Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге осындай ерекше әрі жылдам дайын болатын өте дәмді тағамның рецептісімен бөлісетін боламын. Алдымен каналға жазылып, лайк басып, видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен бізге қажетті фарш. Майлы болмаған дұрыс, өйткені қуырған кезде жарылып кетуі мүмкін. Сол себептен мен майсыз фаршты қолдандым. Күштен өткізілген пияз және чеснок, паприка, қара бұрыш, тұз, өз қалауымызша барлығын жақсылап араластырып, осындай кіші котлеттер дайындап аламыз. Және де майға кішкене үсті қызарғанша қуырып аламыз. Жоғары отта осылай кішкене қызартып аламыз. Мен алдын ала пюре дайындап алғанмын. Пюрені барлық қыздар жасауды біледі деп ойлаймын. Дәл осылай ыдысымызға, духовкаға пісіруге арналған ыдысымызға пюремізді теріп шығамыз. Үстінен жаңа қуырып алған котлеттерімізді теріп аламыз. Мен осылай үстінен кішкене пюреге батырып жасадым. Енді соусымызды дайындап аламыз. Соусқа бізге қызып тұрған майымызға жасыл және қызыл болгар бұрыштарымызды салып, кішкене қуырып, біраз қасық сары май қостым, және де томатный соус қоятын боламыз. Қызанақты блендердан өткізіп салсаңыздар да болады. Аздаған базилик салдым. Соны мен 20 минуттай қайнатып, дайын пюремізбен және котлетіміздің үстіне құйып шығатын боламыз. Осылай барлық жеріне тигізіп аламыз. Содан соң қалаған сыр қолдануларыңызға болады. Мен үстіне осылай сыр қойып шықтым. Пиццаға арналған сырмен де. Сонымен қызып тұрған пешімізде 200 градуста 20 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей бізде тамағымыз дайын болды. Жылдам әрі өте дәмді болады. Дәмі өте ерекше, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін, әрі балаларға да өте қатты ұнайды. Каналға жазылып, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар.